бір жастан бастап жасауға болатын саусақ жаттығуларын айтайын. Сөйлеу тіліне бірден бір үлкен бір көмегі бар, ол саусақ жаттығулар, иә. Бір жасқа толған балалардан бастап жасауға болатын жаттығуларды көрсетемін. Бірінші үй деген жаттығу бар. Міне, үйді көрсету арқылы осылай үйді жасаймыз, үйді көрсетейік кәнекей деп. Осылай үйді. Сосын кірпі жаттығуын жасатыңыз. Сосын қамал жаттығуын, иә, былай қатты қысу арқылы. Және де қайшы жаттығуын жасаймыз. Енді қайшы жаттығуын міне бала әрі саусақтарын көрсіз, жинап үйренеді, екі саусақты қозғалысқа келтіреді. Қайшы жаттығуын жасаймыз, иә. Келесі жалауша деген жаттығу жасаған кезде қолымыздың бас бармағымыз төменге қарай түсіріп, иә, кішкене былай. Осылай. Жалаушаға келтіріп, иә. Жалауша жаттығуын жараймыз. Келесі ара. Ара бұл нұсқаулық саусағын көрсету арқылы, яғни ауада сурет сызуы деген сияқты ауада сызуды білдіреді. Мысалы, былай қозғалыс, иә, немесе үй бірдеңе жазу, дөңгелек істейік, мысалы дөңгелек сызайық, иә, осылай. Және де былай қозғалыс арқылы. Көбіне балалар басына былай істеу мүмкін енді, иә, осылай қозғалу арқылы былай істеп, немесе былай. Осылай жасауға болады. Және келесі мысық жаттығу бар. Мысық жаттығу жасаған кезде міне кішкене былай нелдіріп тұрайық. Не дейді? Шылдыршымекпен, кішкентай бөбекпен, шылдыршымекпен бас бармақты көрсетеміз. Және келесі тышқан жаттығу бар. Тышқан жаттығу жасалған кезде, қалай айтамыз, бас бармақ, ортан терек және кішкентай бөбек, шылдыршымектің бірге қосу арқылы балан үйрекпен кішкентай бөбек екеуін, то есть шылдыршымек екеуін жасаймыз осылай. Мен қалай деді, шылдыршымекті ұмытып кетіп жатырмын да, кішкене аттап шатастырып жатырмын. Осылай жасату арқылы тышқан жасатасыздар. Және келесі очки, яғни баланың, көрдіңіз бе, бірінші бас бармақпен, яғни балан үйрек, нұсқаулық саусақ екеуін қосып үйренеді, қалған саусақ көтеріп үйренеді. Очки жасаймыз, міне очки. Міне, көрдіңіз бе, бұл ұсақ моторикасын. Келесі бочка деген бар, қолды жию арқылы, яғни мынандай бочканы жасаймыз, міне. Міне бочка. Және дүрбі дейміз, иә. Міне дүрбіні жасауға болады, осылай. Балаға қызықты әрі. Келесі вилка деген бар, мынау шанышқа дейміз, иә. Үш саусағымыз көрсету арқылы, яғни былай көрсету арасын ашу арқылы. Шанышқа жаттығу бар. Және де құс ұшады, иә, құс қалай ұшады? Міне қолды былай көрсету арқылы өзіне қарай. Құс ұшады. Келесі гүл. Міне мынау тұрады ғой. Деп ашылған. Осылай. Және де келесі жаттығуымыз көбіне мен қалай айтайын? Нейро жаттығулар жасатам ғой, нейро жаттығулардың басында жасалатын жаттығулардың бір ретінде, яғни балаға ыңғайлы қолды жай жұдырық жасау арқылы. Не жұдырық жасау арқылы, қараңыз. Екеуін бірге кезектен кезек және бірге, немесе кезекпен ауыстыру арқылы, уже мынау кезекпен ауыстыру, бұл уже нейрогимнастиканың жаттығудан өтіп кетіп жатыр, көрдіңіздер ме? Бірақ бұл балаға өте пайдалы. Яғни бір былай жасаса да болады, былай кезектесіп жасаса да болады. Осылай жаса кейін, мына саусақ қолымыз, оң қол, сол қолды жайып тұрып, иә, әрі қарай уже бір жастан асып, екі жасқа неған кезде қолдың былай аударып үйрету керек. Былай аудартасыз ғой, иә, осыны аудартып, мынаны былай қойып, мынаны кезекпен басына сіз көмектесесіз. Бұл 2 жастан бастап уже үйретсең, бірге жасасаңыздар болады баламен бірге. Міне, осылай. Жалпы осы жаттығуларды балаларыңызға ерте жасатса, балаларға кішкентай ерте жастағы балалар келсе, осылай жаттығуларды жасатып, қызықтырып, яғни егер суреттермен болса, тіпті керемет, қазір менде ондай не болмай жатыр, бірақ әрбір айтылған ненің суретін көрсету арқылы жасатып, аттарын айтып жасатсаңыздар, тіпті керемет болушы еді. Ал енді сіздер өз көмектеріңізге жарасын осы жаттығулар, сіздер де өздеріңіз балаларға жасатыңыздар, қайталаңыздар.
келесі сабаққа дейін кездескенше.